10-11 жастағы баласын ертіп, бір келіншек қабылдауыма келді. Малынмағанмен ұқыпты киінген, баласы да балпанақтай. Бірақ өмірге өкпесі көп, 14 жыл тұрмыста екен. Осы жылдарда жұмыс жасамай бала тәрбиесімен үйде отырыпты. Көрші ауданнан мектепті аяқтап, сол жылы Шұбарқұдықтың жігітінің етегін ұстаған. Мамандық жоқ. Әңгіме барысында 3 мәселеге назарым ауды. Көңілім қалды. Алғашқысы келіншектің ерін жамандауы. Бұл әңгімеге бүлдіршін баласының да араласып, әкесін жерге тыққаны жанға батты. Көлік айдап, қолы босаса тапсырыспен үй жөндеп, отбасым деп шапқылап жүрген мен танитын жуас жігітті сыртынан аяп кеттім. Бақырбасты бір жанға зар болып жүрген талай жанның қасында бұл қарындас бақытты емес пе? Ерін қадірлемегеннің елге қадірі қашан болып еді? Екінші байқағаным, азамат болып өсетін жас баланың анасының көшірмесіне айналуы, тілі ұзын үйдегі билік иесінің шешесі екендігін байқатып отырды. Ішер асының, киген киімінің, әкесінің ала жаздай қабырғасы қайысып, әркімнің үйін салып, тапқан қаржысына келгенін сезінбейді. Тіпті момын жанды түтіп жегісі бар. Үшіншіден, көп қазақ қыздарының мектептің бергенімен ғана шектеліп, әрі қарай білім алмауы өзекті мәселеге айналып келе жатырған секілді. Баланы туу үшін көп ақылдың қажеті шамалы. Ал оған берер тәрбие мен білімің болмаса, ұрпақ аспағанда кім асады? Дүниеден орнын табатын ол қыз өсіргін келсе, алдымен ана сауатты болуы шарт. Көп айт, аз айт отбасында ертің қадірін асыратында, түсіретінде әйел екендігіне тағы бір мәрте көзім жетті. Сіздің үйдегі орныңыз төрі ме әлде босаға ма? Байқап көріңізші.